Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге отбасылық сырлар арнасы және мен Жанар. Бүгін мен сіздерге өмірдің ең қараңғы тұңғиығынан басталған, бірақ адам сенгісіз құпияға толы бір тағдыр хикаясын айтып беремін. Кейде біз бірге тұрып жатқан адамымызды жақсы білемін деп ойлаймыз. Бірақ кездейсоқ табылған бір хабарлама немесе ескі үйдің шатырынан шыққан белгісіз зат бүкіл өмірімізді астын-үстін төңкере салады. Бұл оқиғаны соңына дейін тыңдасаңыз, тағдырдың қандай қатал, әрі таңғажайып болатынына көз жеткізесіз. Жүрегіңізбен тыңдаңыздар. Айнұр көзілдірігін түзеп киіп, компьютер экранындағы сандар бағанына соңғы рет зер салды. Күн еңкейіп, қараңғылық түсе бастаған еді. Ол жұмыс істейтін берік іргетас құрылыс компаниясының кеңсесінде қазір ешкім қалмаған. Тек төмендегі күзетші қарт қана газетін парақтап, термосқа құйылған шайын ішіп отырған болар. Құжаттардың бәрі реттелді. Ол папкаларды сейфке салып компьютерді сөндірді де бойын жазып керілді. Көп уақыт бойы үстелде тапжылмай отырғаннан белі сыздап ауырып тұр еді. Осы салада есепші болып істеген жылдары оның денсаулығына өз ізін қалдырды. Сәл еңкіш тартқан иық, кішкентай сандарға қараудан нашарлаған жанар және үнемі иық арасындағы сезілетін ауырлық. Бірақ бұл жұмыстың бір жақсысы, ол сандардың дәлдігінен тыныштық табатын. Себебі бұл өмірде тек дебет пен кредит қана әрқашан тең болатын. Кем дегенде жұмысында болсын бір тәртіп бар еді. Далада көктемнің алғашқы айы болса да, ауа райы әлі құбылып тұрды. Ол Алматының кешкі салқын жаңбырына қарамастан, автобуспен үйіне қарай жол тартты. Жарты сағатта үйіне жетіп, 4-ші қабатқа көтерілді де есігін ашты. Үйге кіреберісте оны бірден аяғына оралып, еркелеген қызғылт сары мысығы қарсы алды. «Айналайын, менің шұнағым», деп сыбырлады Айнұр мысығын сипап. Бұл суық үйде оның келуіне шын жүректен қуанатын жалғыз тіршілік иесі осы мысық қана еді. Үй ішінде тыныштық пен қараңғылық орнаған. Айнұр туфлиін шешіп, орнына қойды. Күйеуі Асқар әлі келмеген екен. Соңғы кездері ол маңызды кездесулер мен шұғыл шаруаларды сылтау етіп, үйге тым кеш келетін болған. Ол ас үйге өтіп, шәйнекті қосты да жан-жағына қарады. Мұндағының бәрі оның өз қолымен жасалған еді. Өзі тіккен гүлді перделер, терезе алдындағы құлпырған гүлдер. Әрбір затқа махаббатпен қараған еді. Бірақ бұл жайлылық соңғы кездері суық декорация сияқты сезілетін. Есіктің құлпы сықырлап, Асқар кірді. «Сәлем», деді ол ас үйдің жанынан өтіп бара жатып, әйеліне бұрылып та қарамастан. «Сәлем, жаным. Қалайсың? Кешкі ас ішесің бе?» деді Айнұр. Ол тоңазытқыштан кешегі пісірген котлеті мен картопты шығарып, жылыта бастады. Асқар жуынып шығып, үстелге отырды да бірден телефонына үңілді. «Асқар, бәлкім телефонды кейінге ысырарсың. Көптен бері сырласпадық қой», деп өтінді Айнұр ақырын ғана. Бірақ күйеуі ештеңе деместен телефонына қарап отыра берді. Айнұр оған қарап отырып, демалыста бір жаққа баруды ұсынды. Мәселен, Көкшетаудың әдемі табиғатына барып қайтуды айтты. Себебі олар алғаш танысқанда сонда барған еді. Бірақ Асқар: «Бос емеспін, сенбіде де, жексенбіде де кездесулерім бар», деп қысқа қайырды. Айнұрдың тамағына өксік тығылса да, өзін күштеп күлімсіреп, үндемей қалды. Олар үнсіз тамақтанды. Ол телефонын шұқылап, бұл болса резеңкедей болған тамақты әрең шайнап жұтып отырды. Тамақтанып болған соң, Асқар бірден қонақ бөлмедегі диванға барып, теледидарды қосты. Айнұр ыдыстарды жуып жатып, мысығына қарап ішіндегі мұңын ақтарды. «Білесің бе, шұнақ, біз бұрын сағаттап сөйлесетін едік. Ол маған жұмысын айтатын, мен өз шаруаларымды айтатынмын. Болашақты жоспарлап, үй алсақ деп армандайтынбыз. 2 баламыз болса екен дейтін. Ал қазір ше? Мен бұл үйде көрінбейтін адам сияқтымын». Ол өзіне шай демдеп үстелге отырды. Сол сәтте Асқардың үстелде ұмытып кеткен телефоны жарқ ете қалды. Оған хабарлама келген екен. Айнұр ешқашан біреудің телефонын тексермейтін, бірақ бұл жолы экранға еріксіз көзі түсті. Экранда: «Күнім, қайдасың? Сені сағындым» деген сөздермен сүйіп тұрған смайлик тұрды. Айнұрдың жүрегі мұздап сала берді. Күйеуі оны бұлай атамағалы қашан. Шайдың дәмі тым ащы болып кеткендей көрінді.
Ол жатын бөлмеге өтіп көрпеге оранды. Көз жасына ерік бергісі келмеді. Ол тек ертеңде, арғы күні де осындай суық күндер қайталана бере ме деп қорықты. Дүйсенбі күні жұмыс әдеттегідей басталды. Айнұр кеңседе құжаттармен отырғанда ас үйге шай ішуге барды. Сол жерде ол бұрын көрмеген бейтаныс ер адамды кезіктірді. Ол кофе қайнатқыштың қасында тұр екен. «Кешіріңіз, мына техниканы қалай қосатынын айтып жібермейсіз бе?» деді ол жағымды, қоңыр дауыспен. Бұл орта бойлы, ашық жүзді, сұр көзді, шамамен 38 жастағы ер адам еді. Айнұр барып, түймелерін басып берді. Осылайша олар танысты. Оның аты Әлихан екен, жаңадан келген құрылыс инженері. Ол Талдықорғаннан Алматыға ауысып келген екен. Әлихан өте мәдениетті әрі жылы сөйлейтін. Ең қызығы, ол Айнұрдың жұмысына, оның қалай шаршайтынына шын жүректен қызығушылық танытты. Олар ұзақ сөйлесіп тұрды. Айнұрға Әлиханмен сөйлесу өте жеңіл болды. Ол көптен бері өзін осыншалықты еркін сезінбеген еді. Осы күннен бастап Әлихан құжаттар әкелгенде Айнұрдың бөлмесіне жиі бас сұғатын болды. Оның әкелген қағаздары әрқашан тап-тұйнақтай ұқыпты болатын. Айнұр оның осы бір жауапкершілігіне тәнті болды. Күндер өте берді. Айнұр мен Әлихан жұмыстан кейін бірге шай ішіп, әдебиет пен кино туралы сөйлесетін деңгейге жетті. Әлихан бұрын үйленгенін, бірақ ажырасып кеткенін айтты. Ал Айнұр болса өз өмірінің қиындығын ішіне бүгіп қалды. Бірде Айнұр өзінің ескі досы Камиланы кездестіріп қалды. Камила дәрігер болып істейтін, өте пысық келіншек еді. Олар дәмханаға отырып сырласты. Камила Айнұрдың жүдеп кеткенін көріп, мән-жайды сұрады. Айнұр шыдай алмай, Асқардың суық қабағын айтып берді. Сол кезде Камила оған ауыр шындықты айтты. Айнұр, мен сенің Асқарыңды өткенде қаладағы қымбат мейрамханадан көрдім. Қасында 20-лардағы жас қыз отырды. Олар жай ғана таныстар сияқты емес еді. Асқар оның иығына қолын салып отырды. Бұл сөздер Айнұрдың жүрегіне пышақтай қадалды. Бірақ ең үлкен соққы алда еді. Бірнеше күннен кейін оған нотариус хабарласып, ауылда тұратын жалғыз апайының кенеттен қайтыс болғанын айтты. Апайы оған ауылдан ескі болса да кең үймен біраз ақша қалдырып кеткен екен. Асқар бұл жаңалықты естігенде: «Үйді тезірек сатып, ақшасын маған бер. Мен жаңа көлік алғым келеді» деп талап қойды. Айнұр үйді сатқысы келмеді. Ол Әлиханнан сол үйді көріп беруін өтінді, өйткені Әлихан құрылысшы еді. Олар сенбі күні ауылға жол тартты. Үй ескі болса да өте мықты екен. Өзеннің бойында орнатылған, табиғаты тамаша жерде еді. Әлихан үйді жөндеуге көмектесетінін айтты. Міне осы жерде бір таңғажайып оқиға болды. Бірде Айнұр сол ескі үйде ұйықтап кетіп түс көрді. Түсінде қайтыс болған апайы келіп оған: «Баламсың, бұл үйді ешқашан сатпа. Оның шатырында сенің тағдырыңды шешетін ескі сандық бар» дейді. Айнұр шошып оянып, ертесіне Әлиханға айтпай шатырға көтеріледі. Шынымен де шаң басып жатқан ескі сандықты тауып алады. Оның ішінде апайының жас кезіндегі күнделігі және Айнұрдың күйеуі Асқардың бала кезіндегі суреттері мен белгісіз құжаттар жатты. Белгілі болғандай, Асқар мен Айнұрдың апайы ертеректе өте тығыз байланыста болған екен және Асқардың отбасы осы ауылдан шыққан болып шықты. Тіпті Асқардың Айнұрға үйленуінің астында бір үлкен материалдық құпия жатқан еді. Ол махаббат үшін емес, осы үйдің астындағы көне құндылықтар үшін үйленген екен. Айнұр бұл сұмдықты білген соң бірден Асқармен ажырасуға арыз берді. Ол өзін шын сүйетін, оны бағалайтын Әлиханмен бірге жаңа өмір бастады. Сонымен Айнұр шатырдағы ескі сандықтың ішінен табылған күнделік пен құжаттарды Әлиханнан жасырып, түн ортасында жалғыз оқи бастады. Күнделіктің әрбір парағын ашқан сайын оның денесі мұздап, бойын үрей биледі. Себебі бұл жай ғана апайының естеліктері емес, үлкен бір қылмыстың бетін ашатын деректер еді. Анықталғандай, осыдан 30 жыл бұрын Асқардың әкесі мен Айнұрдың апайының күйеуі осы ауылда үлкен бір іспен айналысқан. Олар жер астынан көне алтын бұйымдар тауып алады. Бірақ Асқардың әкесі дүние қоңыздыққа салынып, бүкіл алтынды иемдену үшін Айнұрдың жездесінің түбіне жетеді. Ол мұны жазатайым оқиға етіп көрсеткен.
Апайы бәрін білген, бірақ дәлелі болмағандықтан үнсіз қалған. Ең сорақысы сол қазынаның қалған үлкен бөлігі дәл осы ескі үйдің астындағы жертөледе жасырулы тұр екен. Асқардың Айнұрға үйленгендегі мақсаты сезім емес, осы үйге заңды түрде иелік етіп, әкесі ала алмай кеткен сол байлықты қазып алу болған екен. Ертесіне Айнұрдың телефоны шырылдады. Қоңырау шалған Асқар еді. Оның дауысы әдеттегіден өзгеше, тым жағымпаз әрі суық естілді. Айнұр, жаным, мен қазір ауылға, сенің қасыңа бара жатырмын. Көліктің сатылуын қоя тұрайық, мен бұл үйді жөндеп, екеуміз демалатын жер қылғым келеді деді. Айнұр оның бұл ойының астында не тұрғанын бірден түсінді. Ол Асқардың күнделіктегі жазулар мен үйдің астындағы қазынадан хабардар екенін білді. Бойын қорқыныш билесе де, Айнұр Әлиханға ештеңе айтпады. Ол Әлиханның басын қауіпке тіккісі келмеді. Оған жұмысқа қайта беруін өтінді. Әлихан кеткеннен кейін көп ұзамай аулаға Асқардың жаңа қымбат көлігі келіп тоқтады. Ол көліктен түскенде жүзінде жалған күлкі үйіріліп тұрды. Бірақ оның көздерінен сұғанақтық пен ашкөздік анық байқалатын. Міне, керемет үй. Сағындым ғой сені деп Асқар Айнұрды құшақтамақшы болды. Бірақ Айнұр одан алшақтап: Асқар, маған бәрі мәлім. Шатырдағы сандықтан бәрін таптым. Сенің бұл үйге не үшін келгеніңді де, маған не үшін үйленгеніңді де білемін, деді. Оның дауысы қатты шыққанымен іштей дірілдеп тұрған еді. Асқардың жүзі бір сәтте өзгеріп сала берді. Жалған күлкінің орнын суық, қатыгез жанар басты. Ол қалтасынан темекісін шығарып тұтатып, сыздана сөйледі. Олай болса, бәрі оңайласты. Иә, маған сенің өзің емес, мына үйдің астында жатқан алтындар керек. Олар менің әкеме тиесілі еді. Құжаттарды маған берді, осы жерден тып-тыныш құрып кет. Мен саған ешқандай зиян келтірмеймін. Жоқ. Мен саған ештеңе бермеймін. Бұл менің апайымның үйі, деп Айнұр артқа қарай шегіне берді. Осы кезде Асқар оның қолынан шап беріп ұстап, үйдің ішіне қарай сүйрей жөнелді. Олар үйдің ішіне кіріп, Асқар Айнұрды қабырғаға қысты. Дәл осы сәтте есік тарс ашылып, табалдырықта Әлихан көрінді. Сөйтсе, Әлихан Айнұрдың соңғы күндердегі мазасыз күйін, және оның асығыс қоштасқанын сезіп, іштей бір жамандықты сезген екен. Ол қалаға кетпей, ауылдың шетінде Айнұрды бақылап тұрған. Асқардың келгенін көріп, бірден көмекке ұмтылған еді. Айнұрдың қолын жібер, деді Әлихан сұсты дауыспен. Асқар мысқылдап күліп: Сен кімсің тағы? Бұл менің әйелім, арамызға түспе, деді. Екі ер адамның арасында қатты төбелес басталды. Асқар өте ашулы әрі қарулы еді. Ол үстел үстіндегі ас үй пышағын алып үлгерді. Дәл сол сәтте Айнұр бар күшін жинап, үстел үстіндегі ауыр шойын үтікті алып, Асқардың басынан періп кеп жіберді. Асқар есінен танып, еденге құлады. Әлихан бірден полиция шақырды. Полиция қызметкерлері келгенде, Айнұр оларға шатырдан тапқан күнделік пен құжаттарды тапсырды. Тергеу барысында Асқардың әкесінің баяғыда жасаған қылмыстары және Асқардың осы уақытқа дейін жасаған заңсыз әрекеттері толық дәлелденді. Асқар темір тордың арғы жағына аттанды. Бұл оқиғадан кейін Айнұр мен Асқар ресми түрде ажырасты. Ал ескі үйдің астынан табылған құнды жәдігерлер мемлекеттік музейге тапсырылды. Мемлекет Айнұрға сол үшін үлкен көлемде сыйақы берді. Айнұр сол сыйақыға Әлихан екеуі Алматының іргесінен шағын, бірақ өте жайлы үй сатып алды. Әлиханның алтын қолдары мен Айнұрдың ұқыптылығының арқасында олар сол шаңырақты жәннатқа айналдырды. Арада бір жыл өткенде, сол үйдің ауласында кішкентай баланың іңгәлаған дауысы естілді. Айнұр мен Әлиханның перзенті дүниеге келген еді. Көгілдір көктемнің шуағы олардың шаңырағына мәңгілік бақыт пен махаббат әкелді. Айнұр мен Әлиханның бақытты шаңырағында дүниеге келген кішкентай Әлидің бір жасқа толған туған күні еді. Ауладағы гүлдер құлпырып, айнала шаттыққа бөленген. Айнұр ас үйде мерекелік дастархан қамымен жүргенде, есіктің қоңырауы соғылды. Есік алдында жасы 50-лерді алқымдаған, қымбат костюм киген, бірақ жанарынан шаршау мен өкініш табы сезілетін бейтаныс ер адам тұрды. Оның жүзі Айнұрға әлдебір адамды еміс-еміс еске түсіргендей болды. Сәлеметсіз бе, сіз Айнұр боласыз ба?
деді ол қарлыққан дауыспен. Иә, менмін. Сіз кім боласыз? Деп Айнұр таңырқай қарады. Менің атым Марат. Мен Асқардың әкесінің баяғыда түрмеде бірге отырған досымын. Бірақ мен мұнда жамандық ойлап келгенім жоқ. Сенің қолыңдағы күнделікте жазылмаған, бірақ сен білуге тиіс өте маңызды бір шындық бар, деді ол жан-жағына сақтана қарап. Айнұрдың жүрегі тағы да суық сезімнен дір ете түсті. Дәл осы кезде аулаға Әлихан шықты. Ол бейтаныс адамды көріп, бірден Айнұрдың қасына келіп, оны қорғайтындай кейіпте тұрды. Марат оларға қарап, ауыр күрсінді де, қолындағы ескі былғары папканы ұсынды. Олар қонақ бөлмеге өтіп, Мараттың әңгімесін тыңдауға мәжбүр болды. Мараттың айтуынша, баяғыда қазынаны тапқан кезде, Асқардың әкесі Айнұрдың жездесінің түбіне жетпеген екен. Керісінше, оларды сырттан бақылап жүрген үшінші бір адам болған. Ол сол кездегі ауылдың ең ықпалды, бірақ қатыгез адамдарының бірі Жандос есімді қылмыскер еді. Асқардың әкесі сол қатыгез Жандостың қылмысын жасыру үшін кінәні өз мойнына алып, түрмеге кеткен. Ал Жандос болса сол байлықтың басым бөлігін заңсыз жолмен иемденіп, қазір елге танымал ірі кәсіпкерге айналған. Ең сорақысы не білесіздер ме? Деді Марат көзіне жас алып. Асқар бұзақы болғанымен, ол әкесінің кінәсіз екенін білген. Ол түрмеде жатқан әкесін құтқару үшін сол байлықты іздеген. Оның мақсаты тек қана дүние емес, Жандостың қылмысын дәлелдеп, әкесін ақтап алу болған екен. Айнұрдың басына жай түскендей болды. Ол Асқарды тек қатыгез, ашкөз адам деп ойлайтын. Бірақ оның бұл әрекеттерінің артында әкесіне деген соқыр махаббат пен кек жатқан екен. Сонда Асқардың ресторанда кездескен жас қызы да кездейсоқ адам емес, сол Жандостың жалғыз қызы болып шықты. Асқар оған сол байлықтың құжаттары мен айғақтарын табу үшін жақындаған екен. Марат папканың ішінен сол баяғы Жандостың қол қойған құпия келісім шарттары мен дыбыс жазбасы бар ескі дискіні шығарды. Менің өмірім аз қалды, дәрігерлер солай деді. Мен бұл дүниеден аттанбас бұрын, осы әділетсіздіктің бетін ашқым келді. Сенің апайыңның да кінәсіз қаны төгілген болатын. Бұл айғақтар Жандосты түрмеге жабуға толық жетеді, деді Марат. Айнұр мен Әлихан ұзақ ойланды. Өткен күннің қасіреті олардың бүгінгі бақытына көлеңке түсіргендей еді. Бірақ Айнұр Әлиханның қолдауымен бұл істі аяғына дейін жеткізуді шешті. Олар барлық айғақтарды құқық қорғау органдарының ең жоғарғы сатысына тапсырды. Іс қайта қозғалып, бүкіл елге танымал миллиардер Жандостың 30 жыл бұрын жасаған қылмыстары әшкереленіп, ол тұтқындалды. Арада біраз уақыт өткенде, Айнұр түрмеде отырған Асқарға баруды ұйғарды. Темір тордың арғы жағында отырған Асқар өте жүдеп кеткен екен. Ол Айнұрды көргенде қатты таң қалды. Мен сенің не үшін бұлай істегеніңді білдім, Асқар, деді Айнұр ақырын ғана. Сенің әкең ақталды. Ол жақында бостандыққа шығады. Бірақ сенің таңдаған жолың тым қатал әрі бұрыс болды. Асқардың көзінен алғаш рет жас парлап ақты. Ол ештеңе деместен тек басын изеп, Айнұрға ризашылық кейіппен ұзақ қарап тұрды. Ол Айнұрдың осындай кең пейілділігін күтпеген еді. Ауыр жүк арқадан түскендей болды. Айнұр ескі өкпе реніштің бәрін артқа тастап үйіне оралды. Аулада оны сүйікті жары Әлихан мен қаз-қаз басқан кішкентай ұлы күтіп тұр еді. Кешкі Алматының әдемі шапағына қарап тұрып, Айнұр тағдырдың қандай қиын бұралаңдары болса да, шындық пен адалдық әрқашан жеңетініне тағы бір мәрте көз жеткізді. Енді олардың өмірінде ешқандай құпия да үрей де қалмаған еді. Құрметті көрермендер, кек алу ешқашан бақыт әкелмейді. Кейде біз қатыгез деп ойлаған адамдардың да жүрегінде өзіндік бір үлкен трагедия жатады. Ең бастысы кешіре білу және алға қарай нық қадам басу.